Қыздар, мінеки ірімшік шоколаде дайын болды. Мен дәмі ендіреген күшті сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Бұны деген тек дәмін тату керек, көру керек. Жасап көріңіздер. Видеода толық көрсетілген, анық, түсінікті және көп зат керек емес. Мінеки шаймен енді күшті. Ол үшін міне ірімшік керек. Мен YouTube каналыма салып жүрген кәдімгі қызыл ірімшік. Міне қажет болады. Оны біздер мына блендерден өткіземіз. Қазір көрсететін болам. Содан кейін осындай вареный сгущенка керек болады. Менде Рогачевтікі, Деповскийдікі, сосын Три желаниенікін пайдалануға кеңес берер едім. Және де осындай Қазақстан шоколады. Мінеки, блендер осылай бізге ұсақтап берді. Осының барлығын қазір блендермен үгітіп аламын. Міне жаңағы қызыл ірімшіктің барлығын осылай блендермен үгітіп алдым. Мінеки, қыздар араластырып болдым. Примерно осындай болады. Менде бұл жерде 1 келі ірімшік. 1 келі ірімшікке 1 банка сгущенка. Егерде жарты келі ірімшік болса, сіздерде енді жарты банка сгущенка қоссаңыздар болады. Осылай домалақтап қоя бересіздер. Мінеки 1 килограмм ірімшіктен осыншама шариктер шықты. Мына жасылдағыны жаңағына морозильниктен шығардым. Енді қазір Қазақстан шоколадты буға ерітіп, осы ірімшіктерді батырып алатын боламын. Грецкий орех қоссаңыздар да болады. Мен өткен жолы сол орех қостым. Енді осы жолы орех қоспай жасап көріп жатырмын. Қыздар, мінеки ірімшік шоколаде дайын болды. Мен дәмі ендіреген күшті сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Бұны деген тек дәмін тату керек, көру керек. Жасап көріңіздер. Видеода толық көрсетілген, анық, түсінікті және көп зат керек емес. Шаймен енді күшті.